Сәлем балақай, Зерек бала каналына қош келдің. Бүгін біз сенімен бірге күн жүйесіндегі ғаламшарлармен және олардың орналасу ретімен танысамыз. Ал, ендеше бастайық. Күн жүйесінде 8 ғаламшар бар. Бұл Меркурий. Ол күн жүйесіндегі ең кішкентай ғаламшар. Бұл шолпан. Оның атауы сұлулықтың символын білдіреді. Бұл жер. Жер тіршілік белгілері бар жалғыз ғаламшар. Бұл Марс. Ол күн жүйесіндегі 4-ші болып орналасқан ғаламшар. Оны қызыл жұлдыз деп те атайды. Бұл Юпитер. Ол күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар. Бұл Сатурн. Ол күн жүйесіндегі 6-шы болып орналасқан ғаламшар. Бұл Уран. Ол мұздан тұратын көгілдір түсті ғаламшар. Нептун. Ол күннен ең алыс орналасқан ғаламшар. Ал, балақай, енді күн жүйесіндегі ғаламшарларды бірге атап өтейік. Меркурий, шолпан, жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Жарайсың балақай, сен бүгін күн жүйесіндегі ғаламшарлармен танысып шықтың. Балақай, саған менімен бірге оқыған ұнаса, каналымызға тіркел. Келесі видеода көріскенше.